Прокрастинация немесе істі кейінге ысыруға бейім тұру. Бір нәрсені істеймін деп, оны үнемі кейінге ысыру. Бұл сізге таныс жағдай ма? Біз көбінесе бір нәрсені істейміз дейміз дағы, ол нәрсені істемей үнемі кейінге ысыра беруге дайын тұрамыз. Ал бұлай жасауымыздың түпкі себептері қандай? Және оның алдын алудың жолдары бар ма? Мен бүгін сіздерге пайдалы психология арнасымен бірге психолог Шолпан Кенжеева. Осы мәселемен сіздерді таныстыратын боламын. Егер де біздің арнамызға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Және осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны баса кетіңіздер. Әсіресе осы нәрсе адам жаңа бір нәрсені бастауға келген кезде көрінеді. Мәселен, жаңа тілді үйрену, жаңа ортаға көшіп бару, жаңа бір әдеттерді қалыптастыру деген секілді. Бұл адамның ішкі қарсылығы жайында. Бұл жерде адамның қорғаныс механизмдерінің бірі ішкі қарсылық жайында. Ежелден адам баласы өзіне таныс емес жолмен жүрген кезде жабайы аңның азығына айналып кете баратыны белгілі. Дәл қазіргі уақытта адам азыққа айнала қоймасы анық, бірақ дегенмен бұл адамның бейсанасында өзгеріс тең қауіп-қатер деген ұғым әбден мықтап бекіп қалған. Оған қоса адамның миы ештеңені өзгертпеуге 100 түрлі сылтауды оп-оңай тауып бере алады. Бұл да қорғаныс механизмдерінің бірі рационализация деп аталады. Келесі бір себеп бұл адамның шаршауы болуы мүмкін. Яғни адамның бір нәрсені өзгертуге құлқы да, күші де және ресурсының да қалмауы, яғни физикалық түрде бұл адамның шаршауы. Ал бұл жерде ойланатын нәрсе, не себепті адам өзіне демалуға рұқсат етпейді? Ал егер де бұл шаршаңқылықтың түпкі себебін анықтағыңыз келсе, психологтың қабылдауына жазылуыңызға болады. Яғни маманның көмегі арқылы шаршаңқылығыңыздың түпкі себебін анықтап алуыңызға болады. Ал істі кейінге ысырудың келесі себебі бұл қорқыныш. Қателік жіберуден қорқыныш, сәтсіздікке ұшырау алдындағы қорқыныш. Ал бұған қарама-қарсы қорқыныштың түрі сәттіліктен, яғни барлығы сәтті болып кеткен жағдайда бәрін өзгертуге тура келеді. Ондай жағдайда не істеймін деген қорқыныш. Бұл жағдайда да адам тіпті жақсы өзгерістердің өзінен қорыққандықтан ештеңе жасамауға, ештеңені өзгертпеуге, ешқандай да әрекет жасамай отыра бергенді қалайды. Ал кейде осы қорқынышты біз перфекционизммен алмастырып жатамыз. Ақыры істегеннен кейін жақсылап істеу керек. Барлығы әдемі, идеалды түрде болмаса, онда бастамай-ақ қойған жақсы деген сияқты ойлармен өз-өзімізді тежейміз. Менің психолог ретінде беретін кеңесім, қалай істесең де, үшке істесең де, бастап кеткен әлде қайда дұрыс. Себебі бұл жағдайда сізде қандай болса да нәтиже болады. Ал бұдан кейін келесі себептердің біреуі бұл адамда мақсаттың көптігі. Адам қай істі бірінші қолға аларын білмей өзі басы қатады. Назары сан-саққа бөлінеді. Ақыр аяғында қай істі қолға аларын білмей, ақыр соңында бір нәрсе істеуге деген мүлде құлқы қалмай қалады. Ал бұл жердегі сіздерге беретін кеңесіміз, қай істі бірінші бастаған тиімдірек, бір ерекше деген бір бастаманы біреуін қана қолға алып, соны соңына жеткізу керек. Содан кейін барып қана басқаларына көшуге кеңес береміз. Сонымен сіздерге істі кейінге қалдырмаудың нақты жолдарын ұсынамын. Ең алдымен жоспарларыңызды
істеймін деп істемей жүрген істердің біреуін де қалдырмай барлығын бірдей қағаз бетіне түсіруге кеңес беремін. Осылардың бәрін де тізіп жазып шығыңыз. Екінші, әрқайсысын оңай бастап кету үшін нақты қадамдарға бөліп шығыңыз. Үшінші, ол істі бастауға ақпарат аз болса, онда Google тақтарыңыз, немесе YouTube-ты. Төртінші, осы нәрсені істеп көрген таныстарыңыздың ішінде адамдар бар болса, солармен сөйлесіңіз. Бесінші, нақты мерзімін белгілеңіз. Мәселен, осы айдың бәленші күніне дейін деген сияқты. Алтыншысы, ең бастысы, дұрыс ниет қоя біліңіз. Соңғы нәтижені көз алдыңызға елестете біліңіз. Адамның ойында пайда болған және қағазға түскен нәрсе орындалмай қоймайды. Ал сіздерге сәттілік, көріскенше күн жақсы болсын.